Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге өте жеңіл дайындалатын, көп уақытыңызды алмайтын, дәмді, нәрлі, қазіргі таңда хит болып жүрген ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісемін. Рецепті толық, нақты түсіндіруге тырысамын. Қолдап, лайк, коммент қалдырып отырыңыздар. Ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Алға тіркелуді ұмытпаңыздар. 550 грамм ұнға 250 грамм салқын сары майды алып үккіштен өткіземіз. Масса осындай болады. 1 ас қасық тұз, 40 грамм су, 2 жұмыртқа толық, ал 1 жұмыртқаның ағы қамырға қосылады, ал сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. 20% 100 грамм қаймақ қосамыз. Барлығын біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Басында қамыр осындай жұмсақ болады, артық ұн қоспаңыздар. Не осындай жұмсақ қамыр шығады. 2 бөлікке бөліп, пакетке салып, 10 минут тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бұл аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін 600 грамм тартылған қой еті, 600 грамм пияз және көк пияз саламыз. 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық зира, 1 ас қасық қара бұрыш саламыз. Салмамызды біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамыр өте жұмсақ. Ұн салып жая бересіздер. Қамыр өте жеңіл жайылады. Бір қамыр 2-3 минутты ғана алады. Қамырды жайылғаныңызша жұқа етіп жаюға тырысыңыз. Қамыр толық жайылып болды. Араларына ұн сеуіп, бір шетке алып қоямыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жұқа етіп жаямыз. 150 грамм сары майды ерітіп, бірінші қамырдың бетіне толықтай жағып шығамыз. Қамырдың үстіне екінші қамырымызды жайып, оның да үстінен сары майды толықтай жағып шығамыз. Майдың барлығын толықтай жағып болдық, енді тартып, рулет секілді жұқалап орап тастаймыз. Егер уақытыңыз болса, қамырды холодильникке 30 минутқа немесе бір түнде қалдыруға болады. Онда қамыр қатып тұрады, ұн сеппей жая бересіз. Мен арасына ұн сеуіп жаямын, сондықтан мен үшін ешқандай айырмашылығы жоқ. Қамырды осылай тез алып жасай беремін. Секілді холодильникке салмай жайсаңыздар, осылай арасына ұн сеуіп жая беріңіздер. Осындай бөліктерге бөліп алдым, 33 дана самса шықты. Самсаның түйілу жолы осылай, бір ұшын баса отыра, өрнектеп, жауып шығамыз. Қамыр өте жұмсақ болады, жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамыр. Бір рет көрсетемін, егер ол форманы қаламасаңыздар, басқа формада да түйе берсеңіздер болады. Қамыры өте майлы болғандықтан тезірек жұмыс жасауға тырысыңыздар. Барлығын түйіп болған соң бетіне жұмыртқа және күнжіт сеуіп 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қамырымыз қалың емес және песочный тесто болғандықтан 25-30 минутта тез-ақ пісіп шығады. Самсаларды 180 градустан асырмай өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіріп алыңыздар. Қыздар, самсалар дайын. Мен бұл самсаны бірінші рет жасап тұрған жоқпын, сондықтан сенімді рецепт міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бастысы самсаны жасау көп уақытыңызды алмайды. Осы видеоны қарап отырған барлықтарыңызға бақыт тіледім. Келесі видеода амандықта кездескенше қош сау болыңыздар.